кичкентай бозогым, бозогым. Буларды менің әкем саяхатқа шыққанда әкеліп берген. Тамаша! Үндістердің маскасы тура кинодағыдай екен. Ағаштан жасалған, көнеден келе жатқан зат, бірақ жақсы сақталыпты. Әдемі. Қане, үндістер болып ойнайық. Әркімде бір маскадан бар. Менен айзалар жатыр. Қауырсында бар екен. Естейді екен өзі? Мүмкін жауабы мына кітапта жазылған шығар. Онда көрейік. Үндістердің салт дәстүрлері. Жаңбыр жауғызу. Жоқ. Тыныш ұйқы. Бұл да керек емес. Таптым. Тілек орындау. Ал менің өте күшті әрі келеді. Тоқта! Ол үшін не істеуіміз керек? Қазір. Күн бататын уақытта отты айналып, дауылпазды ұрып, гри-гро-гра деп айғайлау. Сосын бірден ұйықтау керек деп жазыпты. Енді отты қайда жағамыз? Қазір даластық. От жағуға болмайды. Онда дәл осы мына ескі тұсқа жағайық. Бірақ үйде қалай болар екен? Міне, мына суретті қараңдар. Иә, тура үндістердігіндей. Қане, бастайық. Гри-гро-гра. 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 Бұл бізге берілген белгі. Хай, біздің қолымыздан келді. Бұл ешқандай белгі емес. Барлық жер жанып жатыр. Қамқор, көмектесші. Қаттық жағдай, бөренелер құлауы мүмкін. Тез арада ғимараттан шығу керек. Еңкейіп жүріңдер, әйтпесе түтінге уланып қалуларың мүмкін. Ай, енді не істейміз? Алуа қайда? Тығылып қалды. Бізді де тығылуымыз керек. Тығылуға болмайды. Тез арада үйден шығып, өрттерді шақыру керек. Онда жүріңдер, далаға шығайық. Түтіннен уланып қалмау үшін дымқылма қажет. Жол жабық, балконға шығыңдар. Көмектесіңдер! Қанымдар! Өрт сөндірушілерді шақырдық. Үйдің өртеніп кеткені өкінішті. Ештеңе етпейді. Жаңасын соғамыз. Мен жаңа бұдан да кең, әрі әдемі үйім болса екен деп тілеген едім. Мен де соны тіледім. Мен де. Есесіне біз отпен ойнауға болмайтынын түсіндік. От жағуға болмайды. Әсіресе тез жанатын заттардың қасында. Өрт ойламаған жерден шығуы мүмкін. Ал дер кезінде өшірмесең, кеш болады. Егер бір нәрсенің жанып жатқанын көрсең, тез арада ол жерден кету керек. Мұндай кезде тұғылға әсте болмайды. Үйде болсаңыз, тарада далаға шығыңыз. Себебі өрттен ғимарат құлауы мүмкін. Түтін өте қауіпті. Уланып, есіңнен танып қалуы мүмкін. Егер түтін ортасында қалып кетсең, дымқыл орамалмен мұрынды жауып, еңкейіп жүру керек. Сосын бірден өрт сөндірушілерді шақыру керек. Өрт сөндірушілерді дер кезінде шақырыңдар. От өзге ағаштарға өтіп үлгермеді. Зардап шеккендер де жоқ.
Енді отпен ойнауға болмайтынын еш қашан естен шығармаңдар.